Шаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Дара KZ. Бүгін біз сабақта қолданылатын өте қызықты әдіс-тәсілдердің түрлерін білетін боламыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, болашақта қызықты әдіс-тәсілдер шығатын болады. Ең алдымен, ең ақылды деп аталатын әдіске тоқталайық. Ең ақылды әдісінің мақсаты оқушылардың зейінін арттыру. Ережесі: оқушыларға жеке-жеке мидың раскраскасын бересіз және бүгінгі сабақта қолданылған сөздерді жазуын тапсырыңыз. Немесе бүгінгі сабақта қандай жаңа сөздер үйренді, сол сөздерді парақшаға жазып шығуы керек мидың суретіне. Ең көп әрі дұрыс жазған оқушы ең ақылды оқушы болып табылады. Келесі ойынның түрі пазл ойыны. Бұл сергіту сәтінде таптырмас ойын болып табылады. Пазл ойынның мақсаты оқушылардың ой өрісін дамыту. Ережесі: оқушылар топ бойынша бөлінеді. Алдымен сол бөлінген топтарға конверт беруіңіз қажет. Конверттің ішінде өзіңіздің тақырыбыңызға қатысты А4 парағына шығарылған суретті 6-ға немесе 8-ге қиып аласыз. Қиылған пазлдарды конвертке салып, топтарға таратып шығасыз. Бөліктерді, яғни пазлдарды топтар жылдамдықпен құрастыруы керек. Келесі ой толғаныс әдісі. Мақсаты оқушылардың белсенділігін, ойлау қабілетін арттыру. Ережесі: тақтаға тақырыбыңыз бойынша шатасқан әріптерді жазып қоясыз. Оқушылар рет-ретімен әріптерді дұрыс жазып шығуы керек. Мұғалімге хабарлама әдісі. Бұл әдісті рефлексия ретінде қолдануға да болады. Мақсаты оқушылардың сабақтан алған әсерлерімен бөлісуі. Ережесі: оқушыларға дайын смартфонды үлестіріп бересіз. Смартфонға оқушылар сабақтың қалай өткенін, не түсінгенін, не үйренгенін жазады. Немесе жаңа сөздерге қолдануға болады. Жаңа сөздерді осы смартфонға тізіп жазуына болады. Мені түсін әдісі. Мақсаты тақырыпты болжауға таптырмас әдістің бірі. Өз ойын дәлелді жеткізу үшін керемет әдіс. Ережесі: тақырыпқа қатысты сұрақтар немесе жұмбақ жасырылады. Оқушылар жауабын сурет арқылы салып көрсетуі тиіс. Немесе тапсырма ретінде тақырыпқа қатысты жұмбақ жасыруыңызға болады. Жұмбақтың жауабын сурет арқылы бейнелеуі керек. Немесе жазып көрсетуіне де болады. Куб әдісі. Мақсаты оқушылардың тапсырманы орындауға қызығушылығын арттыру. Ережесі: А4 парақ арқылы куб дайындап аласыз. Кубтың әр қырына тақырыбыңыз бойынша сұрақтар жазуыңызға болады. Оқушылар кубты партаның үстіне лақтырып, кубтың қырындағы бір сұраққа жауап береді. Осылайша оқушылар сұрақтарға жауап беру үшін белсене қатысып қызыға түседі. Кубтың жасалу жолын келесі видеода көрсететін боламын, сондықтан каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.